Қайырлы кеш жарық ханымдар. Көргеніме қуаныштымын. Бүгін сіздермен ата-ананың түрлерін, типтері туралы біліммен бөліскім келіп жатыр. Жалпы барлығымыз, қайырлы кеш Лаура ханым, барлығымыз ата-анамыз, үйде бала тәрбиелеп, қыз өсіріп отырмыз, иә. Бізде ата-ананың 4 түрі бар екен. Сол түрлермен сіздермен бөлісетін боламын. Сосын іштеулеріңіз саралап сараптайсыздар, иә. Негізі ата-ананың 4 түрі: бірінші немқұрайлы ата-ана, екіншісі қабылдаушы ата-ана, үшіншісі авторитарлы ата-ана және төртіншісі авторитетті ата-ана болып бөлінеді екен. Яғни енді мен осында жеке-жеке тоқталатын боламын. Немқұрайлы ата-ана дегеніміз, бұл аты айтып тұрғандай, балаға немқұрайлы қарайды, яғни көңіл бөлмейді. Бұның осындай ата-анамен өскен бала, баланың жаңағы тревожный өскен бала. Өзіне сенімсіз, сабағы төмен болады, және достарымен тіл табуда өте қиыншылықтар болады екен. Сосын кейін жетістікке аз жетеді екен. Не үшін? Өйткені ата-анасынан жеткілікті деңгейде өзіне назар, мейірім, махаббат алмай жатқандықтан, не? Бұл енді немқұрайлы ата-ананың өсірген балалары болашақта осындай бала тәрбиелеуге апарады екен. Біз оны ар жағын ойлай бермейміз. Біз күнделікті тіршілікпен өмір сүреміз, иә. Жұмыс, үй, бала шағаны асыраудың қамымен жүреміз. Дегенмен де біз ана болғаннан кейін балаға, тәрбиеге көбірек көңіл бөлуіміз керек екен. Саламатсыз ба, Эльмира ханым? Екіншісі қабылдаушы ата-ана. Яғни бұл ата-ана ешқандай талап қоймайды екен баласына. Яғни баласы не істесе де оған қой демейді. Бұл қабылдаушы ата-ананың өсірген баласы ылғи да баласы кішкене эгоистті болып өседі. Өйткені оған шектеу қоймайды. Өзі біледі, өзі білгенін жасай берсін деген сияқты. Ол ойлайды, мен баланы еркін өсіріп жатырмын деп. Бірақ та оның арты жаңағыдай эгоисттікке апарады екен. Және де бала өзіне анасы баласын айтқанын істете алмайды, манипуляция арқылы жасатады. Яғни пара беру сияқты. Мысалы, сен сабақты жақсы оқысаң, мен саған ақша берем деген сияқты. Үйдің бір тірлігін істеп қойсаң, мен саған киім әперем, конфет әперем деп солай манипуляция жасау арқылы анасы баласына айтқан істетеді екен. Барлықтарыңызда қатып жатыр ма, қыздар? Или менде қатып тұр ма? Менде интернет кейде нашар болады. Даусым естіліп тұрса, бейнем көрініп тұрса, плюс белгісін қойыңыздаршы, ханымдар, өтініш. Даусым естіліп тұр ма? Бір кісілер қатып жатыр деп жатыр. Жақсы, жағдайым шүкір, Эльмира ханым, өзіңіз қалайсыз? Даусым естіліп тұрса, плюс белгісін қойыңыздаршы. Қатып жатыр дейді. Интернетім нашар болып тұр ма? Даусым естіліп тұр ма? Естіліп тұр деп жатыр. Жақсы. Жақсы, ендеше интернет жақсылайтын жерде отырмын, енді сіздер де жақсылайтын жерге барыңыздар, иә. Енді үшіншісі ол жаңағы авторитарлы ата-ана. Бұл талапшыл. Талап қояды баласына, бірақ қолдау бермейді. Тек қана талап ете береді баласына. Сен сабақты жақсы оқуың керек, бүйтуің керек, сөйтуің керек деп айта береді да, бірақ қолдау көрсетпейді. Енді жақсы деп жатыр, Алла разы болсын. Енді қараңыздар, авторитарлы ата-ана деген сол тәрбиемен өсірген балалар қалай болады? Ол балаларға анасы жылулық бермейді екен. Яғни бермеймін деп бермейді ғой, өзінде сондай жылулық жоқ та, өзі солай өскен. Енді оны баласына да бере алмай жатыр. Әйтпесе барлық ана баласына жақсы көреді, баласына мейірім махаббат бергісі келеді. Енді осы авторитарлы ата-ананың баласы қалай болады? Олар баласына үнемі критика айтып отырады екен, сын айтып отырады. Ана жерің дұрыс емес, мына жерің дұрыс емес деп, иә, немесе көңілі толмай, неге 4 аласың, неге 5-ке оқымайсың, неге бүйтпейсің деген сияқты көп сын таға береді екен баласына. Ондай баланы және мақтамайды, баласына мотивация бермейді, қолдау көрсетпейді. Ондай балалар өте өзіне сенімсіз болады және депрессияға берілгіш болып өседі екен өскен кезде. Яғни осы тәрбиенің артқы салдарын айтып жатырмын.
және ол біреудің ықпалына тез еріп кете беретін, біреудің көңілін тапқыш, көңілін ойлап тұратын, жаңағы бірінші өзін емес басқаларды ойлап тұратын, сөзге еріп кете беретін, өзіне сенімсіз, агрессивті бала болып өседі екен. Енді төртінші түрі ол авторитетті ата-ана. Авторитетті ата-ана деген аты айтып тұрғандай, яғни ол ата-ананың үйінде, отбасында авторитеті бар, баласының алдында да авторитеті болады. Бұл ата-аналар балаға талап та қояды, қолдау да көрсетеді, мотивация да береді екен. Бұл тәрбиемен өскен балалар өзіне сенімді болады, өз ойын ашық айта алады, жетістікке жете алатын, жаңағы басқалардың ойына тәуелді емес, өзін сыйлайтын, басқаларды сыйлайтын, өзін құрметтете алатын, өзіне сенімді, жақсы оқитын, жаңағы проблемасын ата-анасына ашық айта алатын, ата-анасымен сөйлесе алатын, сондай бала болып өседі екен. Енді қараңыздар, мен сіздерге 4 типті атап өттім жоғарыда. Соның сіздер қайсысына жатады екенсіздер, енді іштей өздеріңізді біліп отырсыздар, сондықтан кері байланыс жасап, маған қайсысына жатасыздар, соны жазып кетсеңіздер. Бір болса 1, 2, 3, 4 түрін айттым, қайталап өтейін. Біріншісі немқұрайлы ата-ана, екіншісі қабылдаушы ата-ана, үшіншісі авторитарлы ата-ана, төртіншісі авторитетті ата-ана. Енді осының сіздер қайсысына жатады екенсіздер, маған кері байланыс жасап қойсаңыздар. Өздеріңіздің кемшілік тұстарыңызды байқап жатсыздар, біз ана болғасын, адам болғасын, кемшіліксіз болмаймыз, кемшілік бәрімізде болады. Менде де кемшілік болады, бала тәрбиелеуде. Кемшіліксіз ол тек қана Алла ғана. Рахмет, Эльмира ханым, Алла разы болсын. Сізге де жұғысты болсын. Көлік алғанымыз құттықтап жатыр. Алла разы болсын. Енді қараңыздар, осы этаптардан біз қалай өтеміз, өйткені өту үшін бізге парасатты болу керек екен. Әсіресе аналар көбіне бала тәрбиесімен айналысқаннан кейін біз парасатты ата-ана болу керек екенбіз. Оны қалай боламыз? Ол өзімізбен жұмыс жасау арқылы, білім алу арқылы, және де мынау бала, мысалы, енді бала болғасын ол неше түрлі нәрсе жасайды ғой, үйде бұзықтық жасап қояды, кейде 2 алып қояды, кейде бір жаңаға мектепке шақыртып атады, оның барлығы қалыпты жағдай, өмір болғасын барлығы болады, одан кейін сол келеңсіз жағдайларға, негативті оқиғаларға жаңағы авторитетті, парасатты ата-аналар қалыпты қабылдайды екен, нейтралды қарайды, және сол ситуацияны қабылдай алады. Оған сабырлы түрде қарап, бұл оқиға, бұл бала маған не үйретіп жатыр, мен нені дұрыс жасамай жатырмын деп кінәні өзінен іздейді. Яғни бір нәрсе дұрыс болмай жатқан болу керек, балаға жеткілікті деңгейде махаббат болмай жатыр ма, немесе сабақ жағына көмек болмай жатыр ма, сондай бір нәрсе жетпей тұр, соны баласы көрсетіп жатыр. Яғни өйткені бала ол біздің айнамыз, бала біздің айнамыз. Біз қандай состояниеде, қандай күйде жүрсек, бала бізге соны көрсетеді өзінің іс әрекеті арқылы. Сол бала, мысалы, ауырған кезде ата-ана өздеріне мән беру керек. Өйткені ата-ананың қарым-қатынасы бір-бірімен дұрыс болмай жатса, үйде ұрыс-керіс көп болып жатса, онда бала ауырады. Не үшін? Ата-анаға қарым-қатынастарыңызды дұрыстасаңыздар екен, тату болсаңыздар екен, мен өзімді кінәлі сезініп жатырмын, мен оған кінәлі емеспін ба, бұл кісілер неге ұрысып жатыр деген сияқты өздерін іштей кінәлі сезінеді. Сол кезде бала ауырады. Яғни баланың ауруы бұл бізге келген белгі. Отношенияны дұрыста деген, немесе балаңа көңіл бөл, балаңа уақытты көбірек бөл, өзіне сөйлес, сабағына көңіл аудар деген сияқты. Біз кейде әйел адамдар үйдің тірлігі көп болғаннан кейін, жұмыстан шаршап келгеннен кейін, балаларға көбіне көңіл бөлмей, бір нәрсе айтып жатса, қойшы, сосын айтасың, тұра тұршы, қолым тимей жатыр, сосын айтасың, сосын келесің деп қайтарып тастаймыз. Ол автоматты түрде кетіп қалады. Оны біз жаңағы жек көріп істемейміз, автоматты түрде кетеді. Сол кезде бала ойлайды, мен ата-анама керек емеспін, ата-анам маған уақыт арнамай жатыр, менімен сөйлескісі келмей тұр деп, жақсы көрмейді деп ойлап қалуы мүмкін да. Ол өйткені бала деңгейде ойлайды, біз ересек деңгейде ойлаймыз. Бірақ та
енді айттым ғой, әйел пенде болғасын бізде қателіктер болады, иә. Солай жасап қойған кезде бала тағы да не істейді? Назарсыз қалады. Назарсыз қалғаннан кейін ол бала іштей өзін кінәлі сезінеді. Жаңағы парасатты ата-ана болған кезде біз балаларға манипуляция жасамаймыз. Яғни сен 5-ке оқысаң мен саған ақша беремін, сен 5-ке оқысаң мен сені жаңа бір жаққа апарамын деген сияқты біз оған шарт қоймауымыз керек екен. Егер біз шарт қойсақ, иә, онда бала соған үйреніп алады. Сосын кейін айтады, сізге уже әдетке айналдырып кетуі мүмкін да, мен күнде 5 алып келіп жатырмын, сен маған ақша бер, сен маған ақша берген жоқсың деп сізге де манипуляция жасайды. Яғни айна, иә, айна заңдылығы. Біз қалай қарым-қатынас балаға жасаймыз, бізге солай қарым-қатынас олар да жасайды. Оларды біз бала деп ойлаймыз, бірақ бала дегенмен де олар үлкен ересек адамдар сияқты ойлау қабілеті бар негізінде. Біз тек қана бала көзбен қараймыз да оларға. Негізі ойланы бірге отырып сөйлесіп қарасақ, байқайсыздар ма, оларда кәдімгідей бізге бір ой айта алады, ойын жеткізе алады, кейде өзімізді ойландырып қоятын оқиғалар болады. Мен оны өзімнің балаларымнан білемін да. Мысалы, мен кішкентай балам жасы 11-ден асты, 12-ке келе жатыр, иә, как раз мынау переходный возраст дейміз ғой, подростокке бара жатыр. Сонда кішкентай ғой деп ойлаймын да мен. Бірақ былай отырып сөйлескен кезде кейде мен ойламаған нәрсені, мен күтпеген нәрсені айтып қояды да, сұрақ қояды сондай. Сонда өзің ойланып қаласың. Қатып қалды ма? Сол менде де қатып қалды ау деймін, өткен көрінбей қалды жаңа эфир. Бәріңізде солай ма? Интернет кешке қарай нашар ұстайтын болыпты біздің үйде. Сіздерде де сондай болып жатыр ма? Бәріңізде солай ма, или естіліп тұр ма қалғандарыңызда? Қалғандарыңызда естіліп тұрса, мен жалғастырайын, естілмесе, онда мен басқа интернет қосайын. Басқа жерге барайын. Кері байланыс жасап қойыңыздаршы. Эфир қатып қалды дейді. Қыздар, ханымдар, естіліп жатыр ма? Яғни бала біздің айнамыз деп айтып жатырмын, иә. Адам, жалпы адамдар біздің айнамыз. Біз балаға қалай қарым-қатынас жасасақ, өскен кезде олар бізге соны қайтарады. Даже өспей тұрса да, осы өсіп жатқан кезеңінде сіздің көз алдыңызда өсіп жүр ғой, енді тәрбиелеп өсіп жатырмыз. Сол кезде байқаңыз, балаңыз сізге қалай сөйлеп жатыр, қалай қарым-қатынас жасап жатыр. Солардың қарым-қатынасына қарап біз өзімізді тәрбиелесек болады екен. Өйткені біз оларға көңіл бөлсек, олар бізге көңіл бөледі. Оларға көмек көрсетсек, қолдасақ, мотивация беріп отырсақ, онда болашақта біз оларға жақсы дән егіп жатырық, иә. Болашақта баламыз сенімді, жақсы ұрпақты тәрбиелеу үшін өзіміз жақсы тәрбие беру керек екенбіз, иә. Бізде де нашар дейді. Жанна ханым, қайырлы кеш. Жақсы, бір кісілерде естіліп тұр деп плюс белгісін қойып жатыр. Әркімде әртүрлі сет ұстап тұр ау деймін интернет. Осындай оймен сіздермен бөліскім келді, тез айтып тастадым. Осылай өзім тез сөйлегенді, тез айтқанды жақсы көремін. Ешкімнің артық уақытын алғым келмейді. Сіздердің сұрақтарыңыз бар ма? Осы бүгінгі тақырыпқа байланысты, ата-ананың түрлеріне байланысты, немесе балаларға байланысты сіздерде сұрақтар бар ма? Сұрақтар бар болса қойыңыздар. Мысалы, көп балалы ата-аналар болуы мүмкін, иә. Көп балалы ата-аналарды мен қатты жақсы түсінемін, өйткені олар барлығына бірдей көңіл бөлу керек, иә. Мысалы, барлығына бірдей көңіл бөле алмайды ғой, автоматты түрде физически үлгермейді, өйткені әйел адам шаруасы көп, жұмысы бар, иә. Өзінің басқа да жаңағы жауапкершіліктері бар. Сол кезде көңіл бөле алмай жатады. Сондай кезде қалай не істейміз деп ойласаңыздар, онда өздеріңізге былай күн тәртібін жасап қойсаңыздар болады. Мысалы, бір күні 2 балаға көңіл аударасыз, немесе 1 балаға. Солай күн тәртібін жасап, кезекпенен аударып отырсаңыз болады. Өйткені сіз мысалы баланы бір күнде 15-17 рет құшақтау керек дейді да. Сол кезде бала бізде жаңағы құшақтау деген ол энергия береді ғой, энергия алмасу, иә. Яғни біз оған махаббат береміз. Сол біздің мотивация бергеніміз сияқты болады. Сөзбен бермесек те құшақтап беру керек екенбіз. Енді ойлап қараңыздар, мысалы 5 баласы, 7 баласы бар ата-аналар болса, бәрін 17 рет құшақтау үшін оған да әжептәуір уақыт, энергия керек, иә.
Сондықтан өздеріңіз былай күн тәртібін жасап, оны түсіндіріп ашық айтып қойсаңыздар болады. Үйде отырған кезде, шай ішіп отырған кезде мен сендердің барлықтарыңа көңіл бөлуге тырысамын, бірақ та мен жалғызбын, сендер көпсіңдер, сондықтан мен сендерге кезек-кезек көңіл бөліп отырамын. Бір күн саған, екінші күн саған, қандай сендерде мәселе болып жатыр, нені дұрыс жасай алмай жатсыңдар, қандай менен көмек керек деп солай сөйлессеңіздер болады ашық. Сосын ата-аналар жиналысына барып тұрған өте дұрыс. Өйткені балалар көбіне мектепте ұрыспай, ашуланбай, ашуға берілмей, жақсылап тұрып сөйлессек бәрі орнына келеді. Балалар да бәрін түсінеді. Егер сіз керісінше ашуланып келіп, агрессиямен келіп, баланы ашумен ұрып жіберсеңіз, жекіп жіберсеңіз, онда бала сізден қорқып қалады. Бала сізге мүлдем ашылмайтын болады, сізге ештеңе айтпайтын болады. Өйткені ойлайды, анам мені ұрады, әкем мені ұрады, мен онда айтпай-ақ қояйын деген сияқты өзінің сезімін, эмоциясын іште сақтайтын болады, сырын айтпайды. Бала жабық күйде өскеннен кейін, сәйкесінше өскенде травмамен өседі, өзіне сенімсіз болады. Жаңағы жоғарыда айтып кеткен кемшіліктердің бәрі бойында қалыптасуы мүмкін. Сондықтан біз жаңа гүлді қалай егесің, қалай суарасың, солай гүлдейді ғой, жеміс ағаштар да солай. Сол сияқты балалар біздің сол гүлдеріміз, бақшадағы жемістеріміз. Сондықтан балаға қалай тәрбие береміз, қалай өсіреміз, тәрбиелейміз, солай баламыз өсіп жетіледі екен. Осындай ойды сіздермен бөліскім келді. Лаура ханым, сізге рахмет, кері байланысыңызға естіліп тұр деп жауап беріп жатсыз. Қазірде естілді ма, или арасында көп қатып қалды ма? Мен эфирді сақтауға тырысамын. Сосын қайталап көріп барсаңыздар болады. Сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Мен Астана қаласында тұрамын. Психологпын, практик психосоматологпын. Барлық сала бойынша жұмыс жасаймын. Қарым-қатынас бойынша, денсаулық бойынша, қаржы мәселесі бойынша, бала тәрбиесі бойынша. Сондықтан жаңағы хабарлассаңыздар болады, дайрекке жазсаңыздар, WhatsApp-қа жазсаңыздар, сұрақтарыңызға жауап кетесіздер иншалла. Бір кісілер енді қосылып жатыр. Қайырлы кеш. Біз эфирді аяқтауға жақын қалдық. Бүгін ата-ананың түрлерін, типтерін айттық. Ол тәрбиеге байланысты, балалардың қалай өсіп жетілетіні туралы айтып өттім жоғарыда. Эфир пайдалы болды деген ойдамын. Маған кері байланыс жасап қойсаңыздар, мен қуанып қаламын. Қазір эфирді сақтап қоямын. Лайк басып, тегін жүрекшелеріңізді басып, маған комментарияларыңызды жазып қойсаңыздар, мен қуанып қаламын. Барша кірген ханымдарға, мырзаларға Алла разы болсын деймін. Баршаларыңыздың өсіріп отқан балаларыңыз халқына қалаулы, еліне елеулі, елін қорғайтын үлкен ер азамат болып өсе берсін. Қыздарымыз тәрбиелі қыздар болып өсе берсін. Баршаңызға бақыт тілеймін. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.